Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз мандариннан жасалған пирог жасаймыз. Ол үшін бізге қажет ұн, айран, 2 жұмыртқа, сұйық май, қант, мандарин, ванилин дәмін келтіру үшін және сода, уксус. Ең алдымен жұмыртқаны жарамыз, 2 жұмыртқаны. Қант саламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Қанты ерігенше. Айран құямыз. 2 ас қасық сұйық май қосамыз. Духовканы жағып қоямыз қыздырып 180 градусқа. Ақырындап араластырып тұрып ұнды қосамыз. Дәміне қарай ванилин себеміз. Шай қасық сода саламыз. Уксус пен соданы гасить етеміз осының ішінде. Жақсылап араластырамыз бәрін. Силиконовый формочкаға біз мандариндарды жайғастырамыз осылай. Рет-ретімен осылай жайғастырамыз. Енді тестаны үстіне құямыз. Жаңағы мандариннің үстіне формаға құямыз. Пирогты духовкаға қоямыз 25-30 минутқа. Оны піскенін анықтау үшін зубочисткамен көреміз. Қандай дәмді болды, түрі де әдемі болды. Пирогтың рецепті оңай. Қонақ келгенде асығыс болып пісіруге болады осындай. Әдемі, дәмді, балаларға да пісіріп болуға болады. Біздің каналымызға жазылыңыз, жаңа видеолар болады тағы да алдымызда. Лайк қоюға ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.